Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біз видеомызды осы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, яғни осы біздің президентіміздің айтып кеткен сөзіне арнайтын боламыз. Ол осы яғни осы карантиннің осы 2 айға созылуын, яғни шілде айының осы аяғына дейін 42.500 теңгені осы қайтадан осы мұқтаж адамға берілетін туралы айтып кеткен болатын. Яғни өзінің айтқан сөзінде негізі нақты айтып кетпеген болатын. Кімге беріледі, яғни мұқтаж адамдар деген кім? Ол яғни осы пенсионерлар ма, студенттар ма, инвалиді бар адамдар ма? Осы туралы ешқандай информация берілмеді. Менің ойымша осы ертең арғы осы әлеуметтік қорғау осы министрлігі осы бізге толық информацияның барлығын береді деп ойлаймыз. Достар, сонымен қатар осы менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Осы 42.500 туралы және тағы да басқа осы заңға сәйкес проблемалардың барлығын осы өзімнің YouTube каналыма тағы да осы видео салып толықтай негізі айтып кететін боламын сол туралы. Негізі әртүрлі нелер шыққан жағдайда, жаңалықтар шыққан жағдайда осы мұқтаж адамдарға именно осы нақтырақ кімге берілетіні, сол кезде негізі мен тағы да жаңа бір видео салатын боламын. Сол видеода мен негізі толықтай айтып кететін боламын. Кімге беріледі, қалай беріледі, Telegram арқылы беріле ма, Еңбек.kz арқылы беріле ма, Егов арқылы беріле ма, немесе басқа бір сайт осы шығара ма, соның барлығын туралы айтып кететін боламыз. Қайтадан осы 42.500-дің проблемасына, темасына оралатын болдық. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.